Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода ең тез әрі оңай дайындалатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен лавашты видеодағыдай рулет сияқты орап, екі ортасынан бөліп, кеспе немесе соломка пішіндес етіп, жіңішкелеп тураймыз. Содан соң пиццаға қажетті ингредиенттерді алдын ала дайындап турап қоямыз. Мен бұл видеода шамамен 100 граммдай мусульманский сервелатты және қызанақты 4 бұрышты етіп турадым, сондай-ақ ірімшікті үккіштен өткіздім. Содан соң бір ыдысқа 4 жұмыртқаны, 100 мл сүтті, сондай-ақ дәміне қарай дәмдеуіштерді қосып, барлығын араластырамыз. Содан соң орташа отта табаға майды құйып қыздырамыз. Қызып тұрған майдың үстіне туралған лаваштарды салып тегістейміз. Лаваштың бетін тегістеп болған соң жұмыртқа мен сүт араласқан сұйық массамызды бірден құйып лавашпен араластырамыз. Содан соң лаваштың бетіне туралған қызанақты саламыз. Үстіне туралған шұжықты, яғни колбасаны саламыз. Және бетіне үккіштен өткізілген ірімшікті себелеп саламыз. Барлық ингредиенттерді салып болғаннан кейін табаның бетін жауып, баяу отта 10 минут бұқтырамыз. Мінекей достар, оңай әрі тез дайындалатын пиццамыз дайын болды. Байқағандарыңыздай, өте оңай әрі қолжетімді ингредиенттерден жасалады, әрі менің балаларыма өте қатты ұнады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сондай-ақ менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.